Taksi, taksi. 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 Taksi, taksi, taksi. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Автобусқа қанша аласыз? 1000 теңге болады. Жарайды. Отыр. Талғат аға, отырсаңызшы. Ана жігіт те бара ма? Барады. Қа телефонмен сөйлесіп алсын. Бауырым, шелпектен ауыз тие. Жұма бірақ болсын. Жай ма? Бүгін жұма ғой. Жұма болсашы. Әр жұма сайын шелпек жеу керек па не? Осын сендерге кім үйретеді? Енді ес білгелі жұма сайын әженің шелпек тартатын көріп өстім. Ассаламағалейкум. Әкел шелпегіңді ауыз тиейік. Бисмилла. Жахилдер. Мағантыз ба? Анауың бидағат қой. Сен не, шелпек жеп көрмегенсің өміріңде? Барлық қазақ шелпек таратады. Сонда барша қазақ жахил болғаны ма? Қазақтардың адасып жүрген рас қой. Жарайды. Тағы қай жер адаспыз, айта отыр. Көп қой. Мысалы? Мысалы сыпырғышты жатқызып қою. Түнде тырнақ алма. Келіннің сәлем салуы. Ана бесікке күн тағу. Мына шелпектерің бар. Айта берсең көп. Бір ғана мысал. Не үшін сыпыртқыны жатқызып қоятын білесің бе? Ой, сол қазақтардың бітпейтін ырым-жырымдары шығар. Жоқ, олай емес. Сыпырғышты тігінен қойса, ұшы майысып дұрыс сыпырмай қалама деп сол үшін жатқызады. Қойш, тек сол үшін бе не? Сен не ойладың? Енді біз аса бір қатты зерттеп көрмеппін. Бірақ ақилардың жатқан сыпырғыш көрсе тұрғызып қоятын жиі көретін. Міне, мәселе осында. Сендер ізденбейсіңдер, ойланбайсыңдар. Әйтеуір ақилар айттырып, айналған діннен біздіп болдыңдар. Жарайды, осы жол жеңдің. Ал бесікке үкі тағу туралы не айтасың? Менің ойымша сол таза ширк. Үкі бәле жаладан қорғайды деп ширкабайт етіп жүрген. Талай қазақты көргем. Себебі үкі жылан мен тышқан аулайтын құс. Егерде үкінің иісі бесіктен шықса, бесіктегі балаға бұл жантүктер жолай алмайды. Қазақтар үкінің бәле жаладан қорғауға себепкер болады деп ырымдатуы осыдан бауырым. Сонда шелпек не үшін тартады? Шелпек тарату садақа ғой. Жұма күні сауап еселеніп берілетін болғасын, сауап алу мақсатында шелпек таратады. Себебі пайғамбарымыздың сахих хадисінде жарты құрмамен болса да өздеріңді тозақ отынан құтқарыңдар деген. Сол себепті, бауырым, бізді сауаптан құр қалдырма. Шелпектен ауыз тий. Дінді ауырлатпаңдар, жеңілдетіңдер деген тағы бір хадисінде пайғамбарымыз. Уайымдама, адалас қой. Жібер. Субханалла, сағынады екенсің. Ал кеттік. Тарттық автовокзалға. Кеттік.